Баршаңызға сәлем, бүгін сіздермен өте дәмді сникерс рулетін пісіреміз. Алдыдағы уақытта көптеген жақсы рецептілердің, соның ішінде түрік баклавасы, қытырлақ чак-чактың рецептісін өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыз. 6 жұмыртқаға 150 грамм қантты қосып, 10 минут бойы аппақ болып көпіргенше миксерлейміз. 50 мл сұйық майды құйып, миксердің ең төменгі жылдамдығында араластырамыз. Електен өткізілген ұн және какаомызды қосып, силиконды қасықтың көмегімен массамызды басып алмай, үстіден астыға қарай біркелкі масса болғанша араластырамыз. Противеньға құйып, біркелкі етіп жайып, 180 градуста 8-10 минут пісіріп аламыз. Піскен коржды бірден шығарып, суығанша пергамент қағазына орап қоямыз. Крем дайындаймыз. 300 грамм творожный сырға 200 мл сливкиді және 110 грамм қант ұнтағын қосып, қою крем болғанша араластырамыз. Суыған коржға су мен қантты қосып, немесе сүттен пропитка жасасаңыздар болады. Мен жасамадым. Бірден кремді жағып, үстіне вареная сгущенканы құйдым және үгітілген арахисті салдым. Рулетті ақырындап, абайлап орап, 2-3 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Глазурь дайындаймыз. 200 грамм шоколадқа 80 мл сұйық майды құйып ерітеміз. Ұсақталып туралған арахисті қосып араластырамыз. Біраз қоюланғаннан кейін барып, рулеттің үстіне құямыз. Тоңазытқышқа қатқанша 1 сағатқа қойып аламыз. Өте дәмді сникерс рулетіміз дайын. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлжан Нұрболатқызы. Назарларыңызға көп рахмет.